Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызда мен Ибраш Жасмин Алпамысқызы, 10-шы сынып оқушысы, жолда жатқан пластик бөтелкелерді жинап жүрмін. Ауыл тұрғындарының көп бөлігі пластик және өзге де қоқыс қалдықтарын жандыру арқылы ыдыратады. Және де мен бүгін осы тәжірибені қайталамақ болдым. Сол себепті мен сіздерге өзімнің бір әдісімді ұсынбақ болып отырмын. Ең алдымен мен мектеп оқушыларынан пластик бөтелкеге байланысты сауалнама жүргіздім. Кейін соған байланысты мен бөтелке тапсыру акциясын ұйымдастырдым. Келесі кезекте мен үйде отырып пластик бөтелкелерден және өзге де ыдыстардан канистра сияқты ыдыс аяқтарды және де күнделікті өмірде қажетті тұрмыстық заттарды жасаумен айналыстым. Осылай пластикалық бөтелкелерді далаға шашпай, оларға екінші өмір сыйлап, қажетімізге жеткіздік.